Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен эклердің рецептімен бөліскім келіп отыр. Және де бұл рецептпен дамские пальчики тортын жасай аласыздар. Бір ыдысқа сары майды салып, үстінен сүт құямыз, су құямыз, бір шай қасық тұз саламыз, біраз қасық қант салып, жақсылап баяу отта ерітіп аламыз. Еріген соң ситадан ұнымызды өткізіп, осылай жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып болғаннан кейін қайтадан плитаның үстіне қоямыз. Жақсы қамыр илеуіміз қажет. Қамырымыз дайын болғанын осы ыдыстың түбінен білуге болады. Түбінде орысша айтқанда налет қалады. Одан кейін кішкене суытып болған соң жұмыртқамызды бір-бірлеп салып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде бір-бірлеп салыңыз, себебі қамырыңызға 3 жұмыртқаның өзі де жеткілікті болып қалуы мүмкін. Міне осындай масса шыққан кезде біздің қамырымыз дайын деген сөз. Өте сұйық болмауы қажет, және де өте қою болмауы қажет. Дайын болған қамырымызды кондитерлік қалташаға немесе целлофанға орналастырып саламыз. Кондитерлік қалташаның басын қайшымен қиып аламыз, және де осылай орналастырып шығамыз. Егер сізде насадка болса арнайы, онда сол насадкамен орналастырыңыз. Қызып тұрған 180 градус пешке 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, эклеріміз дайын болды. Өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Ортасына вареная сгущенка салсаңыз өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Тағы да осындай тәтті рецептілерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған IBB.